сегіз. Менің кумирім ең мықты, менің кумирім ең әдемі, менің кумирім ең қайсар адам. Мен өзімнің кумирім секілді боламын, мен өзімнің кумиріме еліктеймін, дейді қазіргі жас буын. Мәңгілік мәселе бұл фанатизм. Достар, бүгінгі тақырып фанатизм жайлы және де кумирлер жайлы. Егер де мен өзімнің кумирім жайлы айтатын болсам, енді біздің кезімізде көп болды ғой, Backstreet Boys, Spice Girls, Jennifer Lopez, Britney Spears, тағысын тағы. Ал отандық біздің әншілерге келетін болсақ, менің кумирім, мен өзім Айжан Нұрмағанбетова кумир тұтатынмын. Айта кетейін, менің мектебімнің қасында Айжан әпкеміздің үйі тұратын. Сол әпкемізді көру үшін, бір рет көру үшін алдында есігінің аузында отыратынмын. Сондағы мен не аламын одан? Барып есік аузында отырып, күтіп, кешке бір жақын Айжан Нұрмағанбетова машинадан, көліктен түсіп, үйіне кіріп кетеді. Сондағы сәлематсыз ба деп бір амандасқаның өзі мен үшін бір керемет еді. Ол менімен амандасты ғой деген бір не болды да іште. Бірақ та менің пікірімше бұл фанатизм емес. Бұл менің кумирім, мен ол кісіге ұқсағым келді, ол кісінің әдемілігі. Енді ол менің кумирім. Айтыңдаршы, ал қазіргі жастардың пікірі қандай? Біздің кезіміздегі енді Айжан Нұрмағанбетова, ал сіздердің қазіргі кумирлеріңіз кім? Амаль. Если с нашей страны, то больше всего мне нравится из музыкантов, это, наверное, группа 91, а из блогеров Эльдана Форайз. О, круто. Почему сразу не догадалась? Ну, сейчас дети в основном, да, еще они, как бы, не знаю, фанатеют, либо кумир. Я не знаю, как это сказать. Единорог. Кукла, как Monster High. Братс, да, там какие еще куклы? Лол. Лол, да. Ты вообще играла, коллекцию собирала? Да, в мое детское время популярные были куклы Братс. И у меня прям дома целая коллекция. Я просила и заставляла родителей их мне покупать. То есть у тебя вся коллекция есть? Не прям вся, но довольно большая коллекция. Вот. То есть я прям в детстве фанатела, у меня был фанатизм. Бұны енді маманнан сұрақ, бұны неге жатқыза аламыз? Фанатизм ба, жоқ әлде кумир ма, ойыншық жинау, жаңағы жоқ болмаса, жаңағы еліктеушілікті біз неге жатқыза аламыз? Негізі оның өзінің көрсеткіштері бар. Кейбір адамдар болады, жай ғана жақсы көреді, жай ғана еліктейді. А фанатизм деген ол уже артынан қуалау, куклалар болатын болса, бір бөлмені, екі бөлмені сол куклаға толтыру, соңғы модельдерін, барлық модельдерін жинау деген сияқты. Егер ол балалық шақта, жасөспірім шақта болатын болса, ол норма, және де ол жастың бір өзінің ерекшелігі болып есептеледі. Себебі сіз бір адамды таңдайсыз, сол адамның творчествосы деп айтамыз ғой, шығармашылығына ғашық боласыз. Балалық шақ болатын болса, именно ол жаңағындай ойыншық біздің кезімізде негізі Барби болатын, соны киіндіріп тігіп деген сияқты. Ол сол жастың өзінің ерекшелігіне сай болады. Және де біздің еліктеуіміз, біздің біреуді не ретінде өзімізге үлгі ретінде алып алатыны, ол жас келеде болады. Кейбір адамдар болады өзінің енді прям фанатизм болмаса да, фанатизмнің пикі сол жасөспірім шақтардың кезеңдерінде болады. Ес жиған шақта, ересек жасқа өскенге дейін, сол жасқа дейін болады. В принципе, ол адамның табиғатына, эмоциясына, жаңағындай сезімдеріне байланысты дүние болғаннан кейін симпатия болады, антипатия болады, оның барлығы табиғи жағдай. Және оған кейбір ата-аналар айғайлап, ұрысып деген сияқты түсінбей солай қарап жатады, олай қараудың қажеті жоқ. Тек жасөспірім өзінің нормасын білсе болғаны. Демек, осы жасөспірімдер қазір қуыршақты едік қой, қуыршақты коллекциясын жинаса, оған ата-ана қарсы болмау керек дейсіз ғой? Мүмкіндігінше қарсы болмас бұрын причинасын біліп алу керек. А егер уважительный причина болса, немесе не үшін жинаған түсіндіре алған адам болатын болса, біз барлығымыз саналы адамбыз ғой, барлығымыз компромисқа келе аламыз. Сондықтан да сіз солай жасау керексіз баланың өзінен. А егер ол просто жарыстың себебінен болады ғой, вот болмайды, болай болу керек, солай болу керек себебінен болатын болса, онда ол баламен уже сөйлесу керек болады. Ата-ана ретінде тұрып түсініңіз, мақсатын түсіндіре біліңіз оған.
фанатизмнің пикі осы жасөспірім кезде болады деп. Соның әсерінен мысалы бізде қазір андай стереотип қалып қойғанда Q-pop пен K-popты тек жасөспірімдер тыңдайды, үлкендер оны мүлде тыңдамайды, жасөспірімдер ғана соларға еліктейді деген сияқты. Бірақ менің ойымша ол жасқа байланысты емес мүлде. Жоқ, бұл жерде тыңдау ол бір бөлек нәрсе. Мүмкін Жұлдыз ханым өзі де тыңдайтын шығар. 91-ды мен соңғы кездері жақсы көріп тыңдай бастадым. Бірақ оның клипі шыққан кезде 1 сағат компьютерный клубқа барып, просмотрын миллионға жеткіземіз, немесе олар келе жатыр шыңғырып айғайлап, шаштарын, костюмдарын жуып алып қалу, басқа. Ол фанатизм. Осының ара-жігін ажыратып алу керек. Сондай күшті клиптерде бізде қаралым аз. Сол үшін менің ойымша, соны дамыту үшін неге солай компьютерный клубқа барып, неге қаралым жинамасқа? Себебі олардың бейнебаяндары шынымен соған лайықты деп есептеймін. Несімен ұнайды? Жаңағы би, сосын оның сапасы, және мысалы 91-ның өзіне тоқталатын болса, олардың әр бейнебаянның өзінің бір беретін мағынасы бар. Мен олай айтпаймын. Потому что сіз түсінбейсіз. Мен түсінемін. Мысалы, сіз қандай клипін көрдіңіз? Ең алғашқы. Айыптама енді ол кезде 91 болды ғой олар. 91 болды ғой олар. Сонда мен есімде қалғаным, 7 жастағы ұлым маған келіп, менен тыңдап жатыр, енді жаңадан в тренде они. Ну надо же вот посмотреть и послушать, да, о чем они поют. Енді жарайды, тыңдап жатырмын. Ну вроде бы, да, ребята талантливые поют, но клипті көрген кезінде мен қарап отырдым да, үндеген жоқпын. Бірақ қарап тұрған кезде балам байқады, 1-ші сыныпта оқитын. Мама, сіз бұны көресіз ба, тыңдайсыз ба деді. Иә балам деп едім. Мама, бұлардың істеп жатқан дұрыс па деді маған. Бірінші қойған сұрағы. Қай жағынан деп сұрадым өзінен. Потому что мен балам түсінбей тұрдым, не айтқысы келгенін. Сосын барып түсіндім, айтты маған. Мама, олар бұзықтық жасап жатыр ғой. Олар телевизорды сындырып жатыр. Ол қып-қызыл ақша тұрады. Мама, олар диванның үстінде секіріп жатыр, там жат қылықтар көрсетті балаға. Ол оны қабылдаған жоқ. Демек, менің ұлым, ол жаңағы 91-ды қабылдаған жоқ. Хотя әндерін жатқа біледі, бірақ жаңағы жат қылықтарын қабылдаған жоқ. Енді ал кейінгілерін айтатын болсақ, қайсы бейнебаянды айта аласың өзің? Бәрі біледі. Бәрі біледі, иә, қазір бірінші орында, себебі олар қоқыс жайлы қозғады. Мысалы, сол бейнебаян шыққаннан кейін олардың фанаттары челлендж бастады. Мынаның аты не еді? Хэштег. Решетка называется вот эта вещь. О май гад. Хэштегпен бәрі біледі деген хэштег бәрі біледі деп. Сонда әр қаланың тұрғындары белгілі бір саябақта жиналып, белгілі бір сағатта қоқыс жинап, соны Инстаграмға жариялап отырды. Ал менің ойымша Қазақстанда ондай әншілер болған жоқ. Сөйтіп, осы әнші үшін олар мұндай проблеманы қозғап жатыр ғой, біз қоқыс жинайық деген. Бізде ондай әлі топта әнші де болған жоқ деп ойлаймын. Сенің кумирің кім? Бір топты жақсы көрсем, кәдімгідей жақсы көремін. Мен жай бұлай таңдай сала алмаймын. Мысалы, үшінші сыныптан 5-ші сынып, 6-ші сыныпқа дейін мен тек кешуді тыңдадым. Осы жыл аралығында тек кешуден фанатет етіп, әр концертіне баруға тырысып, олардың 10 жылдығы Алматыда өткен кезде мамадан жалынып сұрап, концертіне барайыншы деп, бірақ үйті бара алмадым. Сөйтіп, кім бұл? Эй, Бике. Тебе. Эй, на, это тебе дарю. Қонжық, то, что тебе любишь. Здравствуйте всем, здравствуйте. Здравствуйте. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Енді таныстырсам. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Саламатсыздар ма? Қай жерге бүйтіп тұра бермей береді. Таныстырасың ба, бұл кім?
Сен Шақырып айтып қойын. Сізді мен білем, есіміңіз Риза. Вот, менің есімім Рахат, Мэдман тобынан болам, лақап атым Мұрем. Сізге рахмет. Арнайы уақытыңызды бөліп концерттен уақыт бөліп келіп отырғаныңызға, біздің бағдарламамызға. Енді сізге бір сауалым бар еді. Алғашқы фанаттардың ессіз іс әрекеті қандай болды? Есі кетіп істеген іс әрекеті. Ең жақында болған айтып бере салайын. Ең бірінші біз Жезқазған қаласына концерт қоюға барған болатынбыз. Сол кезде халық бізде жалпы былай кішкене жылы қарсы алды, және де кішкене ессіз қарсы алды. Қатты қарсы алып кетті. Ессіз деген ол қандай? Ессіз деген ол безумно, қалай айтса болады. Енді біз ол қалаға бірінші рет барып тұрық. Біз ол жерде бізді солай ыстық қарсылады деп ойлаған. Риза сияқты айғайлап. Риза сияқты айғайлап. Сондай болды, иә? Жылы қарсы алды, бір сөзбен айтқанда. И концерт біткеннен кейін бізді охранниктер жалпы бүйтіп қоршап алып әкетіп баратқан кезде біздің минивэнға бір біздің жанкүйеріміз кіріп кеткен болатын. Вот, кіріп артына тығылып отырды екен. Сосын біз ішіне кіргендік біз осы минивэннің. И сосын кетіп баратқан кезде арттан қыздар бүйтіп ұрады, минивэннің жалпы автобустың. И кейін арттан қарап қалсақ, и бір айғайлап жатыр іштен, короче. Багажниктен айғайлап жатыр, типа, дейді, біз шошып кетеміз, не болды десең. Біз терлеп кетеміз, бізден бәрін шешіп алып демалып отырғанбыз ғой. И сөйтіп айғайлайды, сосын балалар айтады, мына жерде бір кіріп кеткен дейді. И фанаткалар да өйтіп терезеден соғып айқайлап жатыр, типа артта бір қыз отыр деген сияқты. И сол біз дальше кетіп қалған соң соны жолдан түсіріп шығып кеттік. Суретке түстіңіздер ме? Ау? Суретке түсті ма ол қыз? Жоқ, ол негізі минивэнға бүйтіп кіріп кету ешкімге айтпай болмайды ғой. Сосын даже суретке түскенде болмайды сондай кезде. Ол біріншісі жақында болған. Бұл ессіз әрекетке жата ма негізі? Енді ессіз әрекет қой ол деген жаңағы сіздердің жеке пространство дейміз ғой, соған кіріп кеткен. Ал енді тағы бір енді өзімнің де жолдасым әнші ғой, енді белгілі әнші болды, иә. Кезінде енді көтеріліп келе жатқан кезде қыздар действительно фанатели просто. Аяғым ауыр кезінде, мен Қайратпен келе жатқан кезінде, енді мен ессіз әрекетке жатқызам оны. Құшақтап, қолтықтасып келе жатқан кезінде, концерттен кейін алдымнан бір қыз атып шықты да Қайратты мойнына асылып алып, сүйіп алды, жабысып қалды енді. Я в шоке. И вы потом дома поговорили. Нет, я в шоке была просто. Енді сондай әрекетке істеуге, енді істейтіндей сондай әрекетке баратындай, енді фанатизм, наверное, да? Мен енді кумирі деп жаңағы нормально воспринимала, но бірақ жаңағыдай мойнына асылып алып, оны қысып алып, құшақтап жібермей, Қайрат деп сүйіп алды бетінен. Ана қыз тірі қалды ма, соны айтшы. Сен менен сұрасашы, в каком состоянии я была? Жоқ, мен сөйлей алмай қалдым. Сондай бір состояние, сондай бір ессіз іс-әрекеттер болды ма сіздердің мойындарыңызға жабысып алып түспей қалған? Болған. Әр концертте болады. Бірақ та ең қызығы біз бір Астанада концертте болған кезде подиум болған. Модельдердің бір какой-то бір концерті болғанда, сол жерге біз подиумда жүрген кезде бір Қай деген біздің топтың бір баланың бір жанкүйер аяғынан тартып алып залға құлатып жүрген. Сөйтіп аяғын шығармай біраз отырды сол залдан. Сосын біз көмектесіп қайта шығарып алдық. Бірақ та біз оны ессіз әрекет дегенде енді мы же знали, к чему мы идем, когда мы дебютировали и так далее. Так что это, конечно, хоть и для некоторых дико смотрится, но для нас мы это с пониманием на это смотрим. Фанаттарының осындай іс-әрекеттеріне сендер түсініспеушілікпен қарайсыңдар, бұл нормально. Енді қасыңызда отырған сұлудан сұрағым келіп отыр. Ал көрдің кумиріңді, не шықты? Қандай состояние дейсің? Енді өзіңнің ішіңдегі болып жатқаныңды айтып берсең. Өйткені уақыты өте тығыз екен, бізде қонағымызды шарт салуымыз керек. Сен өзің ішіңдегі жаңа алғысың ба, состояниең ба? Не шықты көрдің ал? Ойыншық алып берді. Мен ойладым да, бір прикол ұстап тұрған шығар деп. И мен вообще кешеу туралы айтып аттым ғой, сосын кешеу шығар деп ойладым да. Бірақ ұстап көрсем, қыздың қолына ұстап айтты да, я такая думаю. Я в шоке реально. Мен қазір андай таң қалып отырмын да, бірақ ертеңнен пересматривать еткеннен кейін білейін, бүйтіп айтуым керек деп айтамын ау точно. Бірақ мен қазір не айтарым білмей отырмын шын.
Хотя бы ертерек айтып қою керек еді. Ну, мен де білген жоқпын бұл қонақтың аяқ асты кіріп келгені. Риза, бұл саған арнайы сыйлық болған, тосын сый болған. Спасибо, я вас обожаю. Алдағы уақытта істеріңізге тек сәттілік тілеймін. Фанаттарыңыз көбейе берсін. Терпение вам. Аларыңыз көп болсын. Рахмет сізге. Ладно, тогда мен де Жақсы бара берейін. болыңыз, иә. Жақсы, жолдарыңыз болсын деп. Удачи вам, спасибо. Резонанс все понятно, а мы? А мы, а где вас-то? Где вы прячете Эльдану Форайс? Все, ладно. Эмоцияға берілдің. Шықты түсіме кірмейтін еді. Ладно. Ал көрдің, Риза. Не болды? Все. Бітті, кетті. Болды, бұдан кейін фанатит етпейсің ба? Күшті сезім. Енді ойлашы. Мысалы, Шон Мендесті көрсетсе тоже самое же. Живой. Давайте все келесі сұраққа көшерейікші. Қазір кішкене эмоцияң басылсын, кішкене ойыңды жинақта, не болды ары қарай, не істейсің ары қарай, соның бәрін қазір ойыңды жинақтап алып, кейіннен айтатын боласың. Біз ары қарай жалғастырайық. Вообще, негізі осы кумир деп жатамыз ғой, иә? Кумирге пір тұтамыз. Негізі пір тұту деген дұрыс па? Алишер, у тебя есть кумир? Да, у меня есть кумир. Если в Казахстане, то это будет Найнтиван и... Неудивительно, да? И Нагимуш. Сейчас вот так вот кто-то придет сейчас. И Нагимуш очень. Вот люблю. Нагимуша стоит сзади. Ну, Нагимушева. Реально. Серьезно? Вот это, блин, что за приколы? А вообще, чем тебе Нагимуша нравится? Блогер, да, она? Да, она блогер, она очень открыта и каждый день показывает в своем профиле, как она борется со своими комплексами, делится своими эмоциями. Это очень интересно. Как за личностью с ней за ней приятно следить и смотреть на нее. Да. Женебек. Открытая, позитивная, прикольная. А ты? Твой кумир? Ну, с Казахстана, как я сказала, из блогеров это Эльдана Форайс. Мне она очень нравится, как она объясняет, допустим, свою точку зрения, к чему-то призывает сохранять нашу экологию, допустим, беседует о феминизме, то есть тоже на подростковые темы. Я прям активно слежу за ее YouTube-каналом, она безумно вдохновляет и мотивирует. Очень интересная личность, еще смешная тоже. Рахмет. Енді біз Амалмен жаңағы Алишердің ерекшеліктерінен байқасақ та болады, өзі жаңағы өздеріне ұқсайтын типаж дейміз ғой, солардың кумир екенсіздер. Енді біз Айдостан сұрайық, сізді Айдос кімнің кумир? Кім бар кумирді? Кімді айта аласың? Менің кумирім деп. Мен негізі расымды айтсам, кумирім қатты фанатет ететін ондай адам жоқ, шыны керек. Негізінен көбіне ақын Мұқағали Мақатаевқа, жазушы Тұманбай Молдағалиевтің солардың қалай айтсам болады, жазғандарын, осы кезге дейін бізге қалдырып кеткендерін оқып, жаттап, енді бойыма сіңіремін. Демек біздің ақын жазушыларымызды өзіңе үлгі тұтасың, өлеңдерін оқып, қанаттанасың. Кешіріңіз, шығып келейінші, пожалуйста, ішіме симулятор бәрі. Айқайласы? Пожалуйста, шығып келейінші, 5 секунд. Шығып келесі бола ма? Міне көріп тұрсыңдар, это вообще бұл Айда ханым неге жатқызамыз бұны? Мен білмей қалдым, не айтарымды. Бұл негізі диагноз ғой. Бізге маманың көмегі қажет болып тұр енді. Сіз айттыңыз бұнда. Біз не істей аламыз бұндай қыздармен? Фанатизм деп айтқаным әрине әзіл болған болатын. Өзінің кумирін көргеннен кейін өздеріңіз де байқаған шығарсыздар, әр кумирді сіз таңдаған кезде олар сізге эмоция сыйлайды. Олар сізге экранның ар
жағында тұрып эмоция сыйлайды, телефонның ар жағында тұрып эмоция сыйлайды. Бірақ біз енді жаңа шынайы эмоцияны көрдік. Не үшін біз кумир деген вообще қайдан пайда болады? Неге біз бір адамдарды жақсы көріп бастаймыз? Міне осындай сезімдер үшін. Өйткені біз өмірімізде, өзіміздің өмірімізде сезе алмайтын сезімдерді, эмоцияларды барлығын сол біздің кумиріміз береді. Жаңа Қайраттың фанатын айтып жатыр, сол оны да айтуға болады. Қайрат Нұртас, яғни әндермен, өзінің келбетімен деп айтайық, мүмкін образымен, Харизматичный, да. Я, харизматичный. Надо А еще умный, красивый и скромный. Да, еще и популярный такой. міне сол арқылы эмоция сыйлайды, а адам сол эмоцияларды жақсы көреді. Және сондықтан да бұл табиғи нәрсе деп білеміз. Я оны бірі түсінсе, бірі түсінбей жатады, иә. Ол өте, мысалы, мен ол кісінің жары болғаннан кейін, жақсы мен түсінемін. Өйткені мен де өнер адаммын ғой. А егер оны түсінбей жататын жартысы, онда оған қиын бола ма екен? Мен сізге былай айтып көрейінші, негізі қиын жағдай, потому что ол әйелдің жарының, скорее всего, несіне де байланысты болады, түсінігі деп айтайыншы. Егер собственница болса, мен сізде байқап тұрмын, собственница емес, скорее всего, сол кезеңдерде түсінбеушілік. Бірақ ұрыс керіс жанжал болу әбден ықтимал, бірақ мне кажется, жұлдыз адамға уже тұрмысқа шығып жатқаннан кейін, немесе сол бағыттағы тұрмысқа шығып жатқаннан кейін, әр қыз баласы білу керек. Ол адамға сіз бара жатқаннан кейін, оның сіздің ғана махаббатыңыз емес, миллиондаған адамдардың махаббаты болатындығын, және әрқайсысы сол махаббатты көрсетуге тырысатындығын түсіне білу керек сізде. Короче, надо смириться, да? Жалпы өз сезімімізді қалай білдіреміз? Жаңа көрдік Ризадан, махаббатын қалай көрсетті. Алима, сенде бар ма кумир? У меня скорее такой, как сказать, американский там кумиры. Например, Селена Гомес, я просто балдею от нее, она классная. Она мотивирует меня, потому что она такая веселая всегда и классно справляется с проблемами. А из казахстанских блогеров мне тоже нравится Эльдана Фурайс, Нагимуша, там еще кто-то есть. Биржан Нашим. Ау? Биржан Нашим. Нет, я его не знаю. А представьте, что ваши кумиры пришли. Что вы сделаете? Я в обморок паду. Серьезно просто. Я тоже, наверное. Первое, что вы сделаете в обморок? Нет, ну если не упадешь. Что ты Если не сделаешь? упаду, я начну кричать. На что ты пойдешь? На что пойдешь? Я? Ну, я буду кричать и лежать на полу. Меня будут приводить в чувство. Очень долго. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Қайдағы Путин? Ну, просто вот мой, типа, самый-самый кумир — это Шон Мендес. И вот я думаю, если бы когда-нибудь я попала бы на его концерт, наверное бы я тоже бы могла забраться в его минивэн. Типа, в Казахстане, конечно, нет. Ну, типа, я не настолько прям фанатею. А вот Шон Мендес, я бы забралась. А если вот Ильдана придет? Эльдана Фурайс, я бы хотела бы с ней пообщаться, обнять ее, сказать все, что думаю о ней, но... Красавчик, да, ты хочешь сказать? Но Да, бір типаж ғой. границы переходить не буду, как Шона Мендес. А ты, Алишер, что ты сделаешь? Я буду кричать от радости, плакать, не знаю, в плечо поплачу. И задам, наверное, самые интересующие вопросы. Вообще, я очень сильно отдаю свою любовь Карди Би. Это американская певица. Рэпер. Карди Би певица? Нет, она рэпер, да, она рэпер. Хорошо, ал кумирлермен кездестіңдер, көрдіңдер, ұстап көрдіңдер, сұрақ қойдыңдар, құшақтадыңдар, там поговорили, посоветовались там и так далее. Что дальше? Вы будете дальше Ну, фанатеть? конечно. Да? Это то, что я увидел кумира, это не означает то, что я не буду больше его Это не слушать. значит, типа, я могу в любой момент ему позвонить, мы друзья теперь. Ну, ой, ладно, я его уже видела, допустим. Нет, я уже такого не фанатею. бывает. Или кумир мой А сейчас. нет, ну другой. со временем, мне кажется, если начинаешь там часто видеть, или же, может быть, даже иногда общаться, то фанатизм проходит. Ну, я тоже так Да, считаю. потому что они нам кажутся недоступными, а когда ты получаешь это, то как-то, не знаю, уже Все, да, по-моему, допустим, Риза не будет его это, слушать. Нұреке, сенде болды ма осындай бір жағдай мысалы көргің келіп жүрген, немесе телевизордан көріп жүрген бір атақты адамды
шынайы өмірде менде көрген кезде мынандай қандай болған. состояниеда болдың? Әли Оқапов жас әнші еді ғой, өзі композитор, әндерінің бәрін өзі аранжировка жасап, өзі оның еңбекқорлығы қатты ұнайтын, бірақ әндерін сүйіп тыңдамайтынмын. Тек қана жеңімпаз бол деген әнін әр конкурсқа баратқан сайын сол музыканы тыңдайтынмын да. Сөйтіп сол музыка менің бір ұраныма айналып кеткен сияқты болды да. Сөйтіп мектепке бара жатсам да болды, бүгін жеңімпаз болу керекпін деген сияқты сол әнді айтатынмын да. Сөйтіп бір кезде мен өзім журналист болғандықтан сұхбат құрамын да. Көп әншілермен сұхбат құрдым. Неге осы Әли Оқаповпен сұхбат құрмаппын? Көбісі айтады, ой, Әли мынандай, оған хабарлассаң қолы тимейді деп жасады. Неге олай дедім. Сөйтіп бір кезде директор ма, админ ма соған хабарласа салдым. Сөйтіп Әли Оқаповтың номерін беріп тұр маған. Сөйтіп Әли Оқапов жазып тұр маған сообщение. Сәлем, сен менімен сұхбат құрғың келеді екен ғой дейді. Иә. Сөйттім да, қалай болады екен деді. Сөйтіп осылай осы неге келесіз дедім. Сөйтіп кәдімгідей қарапайым адам менің сұрақтарыма жауап беріп отыр. Сөйтіп сыныпқа келіп, бір айдан кейін журналға мақала шықты. Сөйтіп сыныпқа келіп мақаланы бір оқып отырсам, сөйтіп сыныптағы балдар, қыздар бүйтіп, қандай не оқып отырсың деді. Ақжелкен міне дедім да. Сөйтіп менің мақалам шығыпты дедім да. Деді, сөйтіп бүйтіп оқып. Не, Әли Оқаповтан қалай сұхбат алып жүрсің? Мен мынау сияқты сөйт, не эмоциясын. Мынау сияқты, Лиза сияқты. Эмоциясын көрсетіп кетті да. Ол білмеймін, ондай қатты бет жақсы көріп не істемегім, бірақ сөйлесіп көрдім. Жоқ, сен қалай? Сен өзің айтып тұрсың да, Әли Оқапов сен осында. Мен не істедім деп, еще қалай таңғалады дейсің? Мен шіреу қатты былай таңғалған жоқпын. Эмоцияға берілген. Эмоцияға берілген жоқпын жазғанда. Жазыпты ғой дедім да. Сөйтіп болды, ары қарай бүйтіп сөйлестім. Қазір не істемеймін, былай қатты. Қазір араласып қоямыз. Жоқ, шын болды ма деп түсіндім. Серьезно был? Шын болды да. Сөйтіп бәрі таңғалады. Бүйтіп біреуге қатты фанат етіп, олар артынан қалмай сол музыканы тыңдап, олай жасаған емеспін. Спорт саңлақтарына көшсек, өздерің жігіттер, әсіресе жігіттер қатарынан сендер сөйлеңдерші бүгін кімді ұнатасыңдар? Жалпы жетістікке жеткендерді атап шықсаңдар, Айдос. Маған мысалға Геннадий Головкин, қазір осы жақында Қанат Ислам. Бір бойдың өзінде, бір раундтың өзінде өзінің қарсыласын нокаутқа лақтырды 10 секундта. Оның өзі елімізге Қанат Исламның өзіне бір жетістік деп ойлаймын. Үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Енді мен өзім спорт саласына жақын болғандықтан, енді көбіне бар екен ғой, сенде кумир жаңа жоқ дейсің. Біз тек қана кумирді әнші ғана қылып алған жоқпыз, өнер адамы деп, спортты да айтса да болады. Демек, сенің кумирің сол кісі, иә? Иә, Қанат Исламды айтсам болады. Мысалы, сол кісінің көптеген бойлары ұнайды. Сондай жастардың бірі футболист Еркебұлан Сейдахмет деген футболист жас бала бар ғой. Бізбен жасөспірім бала Россияның. Жасөспірім бала? Мен білмейді екем. Еркош. Ну, өсті ғой 19-да ма сондайда. Еркебұлан Сейдахмет қай командада ойнады? Россияның. Жоқ, қазір Қайратқа енді көшті. Уфада ойнап келді. Сонда 18 жасында контрактқа отырған болатын. Мысалы, шетелдік елменше, ал қазір енді еліне оралып кеп өткенде осы Қазақстан арасындағы лигаларда Қайратты жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Сонымен де мен фанатит етпеймін, бірақ енді бір қаладан болғандықтан жетістігіне қуанамыз да. Сосын қазақстандық болғандықтан да қуанамыз. Және де оны жас Месси деп те атайды көбінесе футболистер. Және де шетелдік басқа елдерді өзіне алғып алғысы келеді Еркебұлан Сейдахметті. Сонымен фанатит ететін тағы да жасөспірім балалар бар. Соған ұқсағысы келеді, кумирі болып саналады да ол үшін. Бізде осы спортшыларды негізі әншілерден гөрі спортшылардың фанаты болған меніңше дұрысырақ сияқты. Себебі ол
кәдімгідей ерекше сфера, ол кәдімгі шоу бизнестегі сияқты емес, спортшылармен кез келген жерде біріншіден ол денсаулық. Иә, денсаулық. Кез келген жерде былайынан артынан концертінен барып құлап барып кездесе алмайсың. Әншілерде өте қиын жұмыс дейді, мысалы айтсақ. Жоқ, олардың да жұмыстарымен. Нет, жұмысы қиын емес, бұл айтқысы келіп тұрғаны фанаттар әншілермен тез кездесуге мүмкіншілігі көп, ал спортшылармен олай емес. Себебі боксерлардың көбісі Мексикада, сол жақта жаттығады, ал Қазақстанда келген кезде ғана бір пресс-конференция болады. Сол кездің өзінде олармен былай тұрып автограф алудың өзі үлкен проблема болады олардың қасында. Біздің қазақ елімізде батырлардың бар екенін басқа елге паш етіп дәлелдейтін бір тұлғаларды шығару, иә? Біздің жалпы Қазақстанымызды бір мықты жағынан, спорттық жағынан да танытудың бір жолы дейсің ғой. Ол пікірің өте дұрыс, өте орынды. Қазіргі жастардың мысалы әр нәрсені қуа бергенше, неге дұрыс айтасың, неге спортты барып қумасқа, неге футбол, неге бокс, неге күрес, қазақша күрес қандай күшті, иә? Вольная борьба дейміз ғой. Мен білмеймін енді, вольная борьбада мен өзімнің баламды бергім келеді. Бірақ шын мәнінде спортқа енді мен енді кірісіп жатқан сияқтымын. Өйткені алдағы балалардың қыз бала болғандықтан мен кішкене гимнастика, көркем гимнастика плавание сонымен шұғылданды дағы. Енді кейінгі кішкентайлар ұл болғаннан кейін мен енді ер адамның жаңағы спортқа қалай бейім екенін, қалай бейімдеу керек екенін, қалай оны шақыру керек екенін енді жолдарын іздеп жатырмын, енді қарастырып жатырмын десем де болады. Оның үстіне жаңағы футбол біздің жаңа жігітті айтып кеттің, иә? Соны дамыту жолында қандай керемет. Жас біздің волейболистка қыз бар, Сабина деген мысалда шетелдерде жүргенше, наяқта кейбір кезде ойымыз бірдей болмай жатыр да, мен айттым, спортшылар біздің елімізді шетелдіктерге әнші жұлдыздардан қарағанда көбірек танытады. Мысалы Сабина арқылы Қытайлар білді Қазақстан қыздар қандай әдемі екен. Алия Юсупова, Денис Тенді айтыңдаршы қыздар, жігіттер. Мен сол жайлы айтып кетсем бола ма? Мен жаңа фанат дегенде есімнен шығып кетіпті. Мен Денис Теннің өте қатты жанкүйері болғанмын. Оның бүкіл ютубтан бүкіл конкурстарын қатысқанын, жаттығуларын барлығын қарап шыққанмын, бүкіл сұхбаттарын бәрін қарап шыққанмын. Бір кезде бізде осы жас журналистердің WhatsApp-та группасы болды. Сол кезде Денис Тенді осылай ауруханаға түсіп қалды деген ақпарат түсті. Сразу ашып оқыдым. Сөйтсем белгілі ақпарат артынша 14 минуттан кейін ба Денистің уже қайтыс болды деген ақпарат келді маған. Сол кезде кәдімгідей жылап үйге мамаға барып, Денистен қайтыс болыпты деп жылап, мамам ұрысқан, папам екеуі не болды соншама жылап деп. Мен оны жақсы көремін ғой деп. Солай жылап, үйден 3 күн жылап шықпай болған. Рас, ол күлетін түгі жоқ. Рас, бәрімізде бүткіл қазақ еліне бұл өте қайғылы. Иә, оның фанаттары көп болды ғой, жанкүйерлері, оның жеңісіне сенетін, оның талантына сенетін, мысалы фанаты болдық, ол бізге кумир прям пір болмаса да, біз оның талантын сүйдік, біз оны еңбегін жақсы көрдік та. Сымбат айтты ғой, спорт арқылы бізде көбірек танымал болады деп. Мен де олай есептемеймін, себебі бізде спорттан олимпиадалар тек 4 жыл сайын болады, немесе одан да не қысқа, не плюс-минус сол жылдар аралығында ғой. Дұрыс, кімдікі ризанікі да дұрыс, мысалы қарап тұрсаң 4 жылда бір-ақ рет болады. Сол жылдар аралығында ғана олар өздерінің танымалдылығын ұстап қалуы мүмкін да, ал бұлай көбінесе үздіксіз әншілер қайта жақсы емес. Олар шетелге көп бармайды, ол Қазақстанның ішінде жүрген жұлдыздар ғой. Ол Қазақстан ішінде жүрген фанаттары бар, шетелде, бірақ олар Америка асып жатқан жоқ қой. Асқаны біреу-ақ сіздердің айтқыларыңыз келген 91-ның фанаттары бүкіл әлемде бар. Түсінем да, бірақ ал Геннадийдікі, жаңағы барлық спортсмендердің фанаттары шетелде бар кәдімгідей, себебі олар бүкіл жерге барады. Ал біздің жұлдыздар Қазақстан, СНГ мемлекеттерінде ғана. Соны түсінсеңші, оны мемлекеттер, ал сосын тағы да бір айтқым келген көп танытатын нәрсесі, олар қазақпын деп әншілер выступать етеді, ал бірақ спортшылардың бір несі, ол әншілерден айырмашылығы, олар ту ұстап әнұран көтереді. Вот патриоттық сезім.
это уже шетелде сенің қазақстандық дәрежең жоғарылап жатыр деген нәрсе ғой. Иә, Бекзат Саттархановты айтайық. Иә. Қаншама балалар сол кездегі Бекзаттың осындай жеткен жетістігіне олимпиадада көк туымызды көтерген кезде қандай бір патриоттық сезім оянды. Көбісі көзіне жас алды. Қанша бала Бекзатқа еліктеді. Өтірік емес, ол рас. Бекзаттың атынан мектеп ашылды. Жоқ, Амай, біраз айтып жүрсінші, айта берші. Ну, насчет того, то, что как бы ты говоришь, то, что 91 там или другие артисты только в Казахстане, да? Нет, я сказала то, что Есть фанаты. 91-ның шетелде фанаттары бар. Бірақ именно 91-ды ғана айтып тұрған жоқпын. Мен өнер саласынан қарағанда, спорт саласы Қазақстанды шетелде көбірек танытып жатыр деген. Және олардың фанаттары шетелде көбірек Қазақстаннан. Мы хотим поймать направление, от кого пользы больше. Больше. Да, от Вот. певцов или от спортсменов. Я не считаю, что больше пользы от спортсменов, да, допустим. Ну, как бы 91, допустим, выступали в Корее, да, насколько я знаю. Молданазар выступал в Америке. Допустим, наши... Сейчас, скажи сама. Допустим, наши блогеры снимают какие-то коллабные видео с российскими блогерами. И как бы... А мне кажется, вообще не нужно делить. Біз былай кеттік та, спортшылармен әншілердің, шоу-бизнес өкілдерінің фанаттарын салыстырып санап кеттік та. Может, для пользы. Может быть, Жоқ, мен әншілерді жас көрем, спортсмендерді. Может быть, для пользы как бы Бұл сұмдық сенің көзқарасың, не? Иә, ол менің ғана көзқарасым. Мен жай ғана өз көзқарасын солай жеткізіп отырмын да. Жаңа пайдасына келген тұрғыда ғана. Ал негізінде мен жақсы көремін әншілерді Қазақстанда. Қуандық Рақымның әнін тыңдасам мен рухтанып кетем, қазақ екенін сезініп кетем, шынымен ғой. Сондай нәрсе. Мысалы ше, спортшылардың фанаты болсаң бар емес пе? Мысалы әншілердің фанаты болсаң, солардың әнін айтып кетесің ғой. Ал спортшылардың фанаты болсаң, солардың істегендерін істеп кетесің. Бокс көріп алсаң, давай, ор, футбол көрсең, берсе қана деп айқайлап, өзің сол футбол ойнап кетесің ғой. Иә. Ана ауылда Геннадийдің фанаты болатын бір кезде. Көбісі Геннадийдің фанаты ғой. Сол бір рет жеңге көшеде ауылда бүкіл еркектер көшеге шығып кеткен ғой. Айқайлап, мектепте шулап жүр ауылда. Бұл енді бәрі эмоциональный жаңағы патриоттық сезім ғой оянып тұрған, иә? Фанат болудың сол жер жақсы да, бүкіл ананың бір нәрсесін бойын көріп жат, түнде жиналып отыр, бүкіл эмоцияны ішіндегіні жеткізе алмай жатқан нәрселерді шығарасың. Анау ұрса бүйтіп, нокаутқа құлатса мысалы. Хорошо, Хорошо, у меня такой вопрос. А допустим, для нашей молодежи, да, для подрастающего поколения, кто больше пользы приносит? Вот творческие люди или же спортсмены? Мне кажется, прямо сейчас творческие больше. Ну, я тоже так считаю. Да, потому что, да. Ну, на самом деле, их вообще делить нельзя, на самом деле. Мы вот вообще ошибку допускаем, мы делим их. Зачем? Каждый делает свое дело, каждый приносит пользу, но... Несмотря на это, лучше делить не надо, мне кажется, да. Меніңше спортсмендерге фанат болған жақсы сияқты. Неге? Себебі патриоттық рух шамал қалыптасады, ер мінездік шамалшы қалыптастырып өседі да. Фанат болғанда сәл сабырлылық деген сияқты. Ja, енді әншілер де патриот люди становятся более патриотичнее, по твоему мнению, да? Зачем вы делите? Подожди, әншілер патриот емес деген емес. По твоему мнению, люди становятся более патриотичнее, да? Жоқ, біраз айтайыншы, бірақ бізде мысалы әншілер мен танымал адамдар көбінесе фанаттарды сыйлауды немесе сол былай айтқанда танымал болуға үйренбеген. Себебі бізде фанаттарға бір арнайы жағдай жасалмаған ғой, фан-клуб сияқты. Фан-встреча деген сияқты. Соны. Ал мысалы Кореяда көрсең, олар да кәдімгідей дамыған, олар мысалы концерттеріне барған кезде стадионда мынадай заттармен барады, сонда олар океан құрастырады, былай қолдарын көтергенде түрлі түсті океан сияқты бір нәрсе болады да. Ал бізде ондай ештеңе жоқ, және
мен бұрыннан бері айтқым келген айта салайыншы. Мысалы бізде әншілер хейтер деген сөздің мағынасын әлі түсінбеген. Егер хейтер десе, мысалы комментарийге бірақ адам шындықты жазып тұрса, мысалы сен мына жерде дұрыс айтпадың деп, бітті біздікілер деген ән шығарады, сен хейтерсің, мынау әнім хейтерлерге арналады. Хейтер деген ол емес. Бізде Қазақстанда хейтерлер, нағыз хейтерлер бізде, себебі біз шынымен керек нәрсеге тоқталады да біздікілер. Ал мысалы тағы да Кореяға келетін болсақ, оларда настоящий хейтерлер, себебі олар үйлеріне дейін мынадай хат жазып жібереді, өздерінің қанын ағызады да, сенің де қаның осылай ағады деген сияқты неше түрлі. Это уже не хейтерство, а преследование. Нет. Это не хейтерство. Это у них называется сессион фанатка. Сессион фанатка деп аталады да. Мен бұл жерде спортшы болған жөн. Оларда вот настоящий хейтер да, ал бізде хейтер деген сөздің мағынасы әлі толық ашылмаған. Ну нет, смотри. Риза хочет фан-встречу, она, короче. Риза айтады да, Кореяда басқа жақта оның фанаттары бүйтіп қарсы алады, зато спортшылар да солай қарсы алады. Бір жақтан жеңімпаз болып келсе, алдынан туды ұстап алып, солай шығады. Әншілер де солай. Жақсы, спортшылар мен әншілерді бөлмейік, бәрі керемет. Мен бізде қазір қызықтыру үшін біз хотя бы айту керекпіз осы нәрселерді. Всегда сол әр программада. Мен бір сұрақ қойым келіп тұр да, жаңа Сымбат айтып қалды. Фан-встречи деді. Фан-встречи дегеніміз ол не? Жалпы фан-встречеде не істеу керек? Фанаттар жиналады. Жоқ, ол понятно, не істеу керек? Жоқ, мысалында көп адамдар болады, қазақстандық белгілі бір жұлдыздарды айтайық. Солармен кездесе алмайды, немесе концертіне бара алмайды, немесе оны 1 метр алыстан қашықтықтан көргісі келеді, ал 20 метр концерт дегенде емес, 1 метрден былай біз сізді көріп жатырға, біз сізді обычно телевизордан көреміз, жұлдыз ретінде былай. Прям бүйтіп көреміз, а бүгін біз сізді бүйтіп бетпе-бет көріп отырмыз. Ну я же не Қайрат Нұртас. Сондай встречаларды қалайды да, мысалы фанаттары, мысалы Ризаға жаңа келді ғой кумирі, оны бүйтіп ұстады, короче, сондай сияқты жәнде келіп отырғанда, мысалы ол Кореяны көп айтып жатыр да, BTS әртүрлі сіздердің жасөспірімдер тыңдайтын фанаттарына барады, ол бүйтіп қолын пожимать еткен өзі, знаете, это оларға бір күшті рух. Демек, сіздердің пікіріңізше, осы жас буын, сендердің пікірлеріңше, фан встречи надо, да? Нужно. Да, это вот для продвижения. Автограф беру, мысалы. Біздің қазақстандық отандық біздің әншілер болсын, спортшылар болсын, жаңа айтып жатырмыз, жетістікке жеткен адамдар фан встречи ұйымдастырса дейсің. Енді фан встречи деген осы әртістің жұмысы ғой негізі. Ол әрине жасау керек фан встречи. Не үшін фан встречи жасау керек? Не аласыңдар? Мен сөйлем бүгін фан встречи болады сағат 15-те, мысалы. Можно задать вопросы интересующие. Да, вопросы интересующие. Потом надо можно обнять. 1 метр қашықтық. Правильно, да, говоришь, надо просто, как, да, пришел к этому этот человек, да? Да, и не только эти вообще интересующие вопросы. Бізде жұлдыздар тек қана ән айтады да кетіп қалады ғой. Біз олармен сөйлесе алмай қаламыз. Камераға айт, пожалуйста, кімді көргің келеді? Айт, маған ұйымдастырыңыздар, бізге фан-встреча керек, сіздердің құрметті жұлдыздар, біздің қазақстандық жасөспірімдермен фан-встреча ұйымдастырыңыздар. Спортшылар сіздерді армандап жүр, олар сіздерді күтеді, автографтарыңызды особенно. Күшті болады негізі. Құрметті ата-аналар, жалпы еліктеушілік деген ол жылт еткен сәуле секілді, немесе өткінші жаңбыр секілді, Оны негізі жастық шақтың көлеңкесі десек те болады, себебі белгілі бір жасқа келген соң жаңағы бойдағы алып ұшқан сезім қашанда ол басылады, әркім одан өтеді. Немесе бала ең алғаш кумирі арқылы қалай өмір сүруге болатынын көріп, немесе өзін қалай ұстау керектігін үйренуі мүмкін. Сондықтан балаңызды тиям деп оның көңілін жаралап алудан сақ болыңыздар. Керісінше, оның балаңыздың жаңағы қызыққан дүниесімен сіздер де қызығыңыздар, өзіңізге өмірге деген жаңаша басқа есікті ашуға қорықпаңыздар. Өмірді қызыл жасыл етіп өткізуден ешқашан тайынбаңыздар, себебі өмірде бәрі өтпелі, арасынан керегін ала білу керек.
Фан встречи. Встречи, да. Запой автограф.